Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 106-шы сабақ 2 немесе 3 амалдан тұратын әріпті өрнектер тақырыбы. Бірінші тапсырма. Өрнектерді оқы. 4 пен А-ның көбейтіндісін 2-ге бөлу. 21-ден С мен 3-тің көбейтіндісін азайту. 3 пен 5-тің көбейтіндісіне X-ті қосу. 12 мен 18-дің қосындысын B-ға бөлу. 9-ға 3 пен B-ның көбейтіндісін қосу. А мен 5-тің көбейтіндісінен 9-ды азайту. 2-ші тапсырма. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. А есебі А көбейту 5 пен 5 бөлу 1 өрнектерінің қосындысы. А көбейту 5 қосу 5 бөлу 1. Мұндағы А тең 4-ке. А-ның орнына 4-ті қойып есептейміз. 4 көбейту 5 қосу 5 бөлу 1. 4-ті 5-ке көбейткенде 20 болады. Қосу 5-ті 1-ге бөлгенде 5 болады. 20-ға 5-ті қосамыз, 25 болады. Ә есебі 3 көбейту 4 пен 32 бөлу А өрнектерінің айырмасы. Жазамыз. 3 көбейту 4 азайту 32 бөлу А. Мұндағы А тең 4-ке. А-ның орнына 4-ті қоямыз. 3 көбейту 4 азайту 32 бөлу 4. Тең 3-ті 4-ке көбейтеміз. 12 болады. Азайту 32-ні 4-ке бөлгенде 8 болады. 12-ден 8-ді азайтқанда 4 болады. Б есебі 2 мен С-ның қосындысын 24 пен 19-дың айырмасына көбейту. Жазамыз. 2 мен С-ның қосындысын 2 қосу С жақшаға аламыз. 24 пен 19-дың айырмасына көбейту. Көбейтеміз 24 пен 19-дың айырмасына. Ондағы С тең 3-ке. С-ның орнына 3-ті қойып есептейміз. 2 қосу 3 көбейту жақша ішінде 24 азайту 19. 2-ге 3-ті қосқанда 5 болады. Көбейту 24-тен 19-ды азайтқанда 5 болады. 5 көбейту 5 тең 25. В есебі 100 бен 64-тің айырмасын 1 мен С-ның қосындысына бөлу. Жазамыз. 100 бен 64-тің айырмасын жақшаның ішіне аламыз. 1 мен С-ның қосындысына бөлу. Бөлеміз 1 мен С-ның қосындысына. Ондағы С тең 3-ке. С-ның орнына 3-ті қойып есептейміз. 100 азайту 64 бөлу. Жақша ішінде 1 қосу 3 болады. 100-ден 64 азайтқанда 36 болады. Бөлу 1-ге 3-ті қосқанда 4 болады. 36-ны 4-ке бөлгенде 9 болады. 3-ші тапсырма. Сызба бойынша есеп құрастыр. Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Есептің шартын құрып аламыз. 1-ші қорап А килограмм. 2-ші қорап белгісіз, бірақ 1-ші қораптан 3 есе кем. Барлығын анықтау керек. Барлығын анықтау үшін 1-ші қорап пен 2-ші қорапты қосамыз. 1-ші қорап А килограмм қосамыз. 2-ші қорап 1-ші қораптан 3 есе кем. Оны А бөлу 3 деп жазамыз. 4-ші тапсырма.
теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде x тең 27-ні 3-ке бөлеміз. X тең 9 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 9 көбейту 3 тең 27. 27 тең 27. Келесі b бөлу 3 тең 6. b-ны табамыз. b тең 6-ны көбейтеміз 3-ке. b тең 18 болады. b-ны орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 18 бөлу 3 тең 6 болады. 6 тең 6. Келесі a қосу 29 тең 5 қосу 40. Бұл құрылымы күрделірек теңдеу. Оны жай теңдеуге айналдырамыз. a қосу 29-ды жазамыз. 5-ке 40-ды қосамыз. 45 болады. Енді a-ны табамыз. a тең 45-тен 29-ды азайтамыз. a тең 16 болады. a-ны орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 16 қосу 29 тең 5 қосу 40. Теңдеудің екі жағы да 45 тең 45. Бесінші тапсырма. Тапсырманы орында. Қосындыны көбейтіндімен алмастыр. Мұнда с әрпі 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет жазылған. Демек, оны көбейтіндімен алмастыратын болсақ, с көбейту 6 деп жазамыз. Келесі, көбейтіндіні қосындымен алмастыр. 24 көбейту 3, 24 санын 3 рет жазамыз. 24 қосу 24 қосу 24. Келесі, b көбейту 5. Демек, b-ны 5 рет жазамыз. b қосу b қосу b қосу b қосу b. 100 көбейту 5. 100 санынан 5 рет бар. 5 рет жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншы тапсырма. Ұзындығы 21 бөлу a сантиметрге тең кесінді сыз. Мұндағы a тең 7-ге, a тең 3-ге. Бірінші 21-ді 7-ге бөлеміз, 3 болады. 3 сантиметрлік кесінді сыздық. Мұна кесіндінің ұзындығы 3 сантиметр. Келесі 21 бөлу 3 тең 7. Мұна кесіндінің ұзындығы 7 сантиметр. Жетінші тапсырма. Салыстыр. 26 азайту 19 7 болады. 7 қосу 4 11. 11 артық. 57 бөлу 1 57 болады. 57-ден 0-ді азайтқанда 57 болады. Демек, екі жағы тең болады. 36 қосу 8 44 болады. 45 44-тен артық. 1 көбейту 23 23-тің өзі болады. 23 бөлу 1 ол да 23 болады. Демек, екі жағы тең болады. 8-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, дәптерге көшіріп жаз. a тең 5-ге, x тең 19-ға, b тең 9-ға, s тең 18-ге деп алып, өрнектердің мәнін тап. 11 азайту 2 көбейтілген a. Мұндағы a тең 5-ге. a-ның орнына 5-ті қойып есептейміз. 11 азайту 2 көбейту a-ның орнына 5 деп жазамыз. Бірінші көбейту амалы, екінші азайту амалы орындалады. 11-ді жазамыз. Азайту 2-ні 5-ке көбейткенде 10 болады. 11-ден 10-ды азайтқанда 1 болады.
Келесі жақша ішінде 9 қосу x бөлу 4. Мұндағы x тең 19-ға. 9 қосу x-тің орнына 19-ды жазамыз. Бөлу 4. Бірінші жақшаның іші орындалады, екінші бөлу амалы. 9-ға 19-ды қосқанда 28 болады, оны 4-ке бөлеміз. 28-ді 4-ке бөлгенде 7 болады. Келесі 9 көбейту 2 азайту b. Мұндағы b тең 9-ға. Жазамыз 9 көбейту 2 азайту b-ның орнына 9-ды жазамыз. Бірінші көбейту, екінші азайту амалы орындалады. 9-ды 2-ге көбейтсеміз 18 болады. Азайту 9. 18-ден 9-ды азайтқанда 9 болады. Келесі 36 азайту с бөлу 2. Мұндағы с тең 18-ге. 36 азайту с-ның орнына 18-ді жазамыз, бөлу 2. Бірінші бөлу амалы, екінші азайту амалы орындалады. 36 азайту 18-ді 2-ге бөлгенде 9 болады. 36-дан 9-ды азайтамыз, 27 болады. Ойлан тап. 9-шы тапсырма. Сәуле атасынан сіз неше жастасыз деп сұрады. Атасы, егер менің жасымды 7 есе кеміткенде, шыққан санды 7-ге кемітсең, 3 шығады. Менің жасым нешеде екенін өзің таба ғой, деді. Сәуленің атасы неше жаста? Сәуленің атасының жасын x деп алып, теңдеу құрып шығарамыз. Сәуленің атасының жасын 7 есе кемітсек, және одан 7-ні азайтсақ, 3 шығады. X бөлу 7-ні жазамыз, тең 3. 7 санын қарама-қарсы таңбамен қосу 7 деп ауыстырамыз. X бөлу 7 тең 3-ке 7-ні қосқанда 10 болады. Енді x-ті табамыз. X тең 10 көбейту 7 болады. X тең 70. X-ті орнына қойып теңдеуді тексереміз. 70 бөлу 7 азайту 7 тең 3. 70-ті 7-ге бөлгенде 10 болады, 10-нан 7-ні азайтқанда 3 болады. 3 тең 3. Жауабы, Сәуленің атасы 70 жаста. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.